Құрметті әріптестер, біз 11 маусымдағы Түркістан облысы білім беру дамыту орталығының 675 хатына сәйкес 24 хаттамада 22 педагогтың жаңағы қорытынды хаттамасы келген болатын. Ол жерде бізде облыстық сараптама кеңесінің комиссиясында қаралып, 3 аудан бойынша және облыс көлемінде таратуға пәрмен берген болатын. Яғни білім беру ұйымдар арасында педагогтардың инновациялық педагогикалық тәжірибелерін облыс көлемінде тарату бойынша сіздердің хаттамаларыңыз келді. Енді осы бойынша кім дайын педагогтер болатын болса, 2 минуттық презентация, яғни таныстырылым жасаңыздар, тақырыптарыңызды айтасыздар, қосымша сұрақтар беріледі. 3 аудан бойынша да, егерде ол кісілер қатысып отырған болатын болса. Сондықтан қазір қол көтеріп, мен дайынмын деп айтсаңыздар болды, уақытты алмайық, жылдамдатайық. Сіз Темір мектебінен Тастанбек ағай, дайынсыз ғой? Иә. Қалған кім дайын? Дайын педагогтер, жылдамдатып бастай берсек, уақытты алмайық. Ал негізі қосыңыз презентацияңызды. Ұлжалғас? Нені, демонстрация экрановты неғысы? Демонстрация экрановты. Бұл жерде тек қана Тастанбек ағай ғана қосылсында, қалғандарыңыз микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Ұлжалғас, не болды? Қазір апай қосылмай жатырмын. Сіз оға дейін тақырыбыңызды, мақсат, міндетін, не себепті осы Python программасын алдыңыз, айта берсеңізші ағай. Сіз жаңа асықсыз едіңіз ғой. Жасап жатыр қазір. Айта беріңіз. Оқушы шығардыңыз ба республика көлемінде, облыс көлемінде, ағай? Ұлжалғас берілді ғой? Участника дейді. Поделиться басында